Асы, бізде мынандай жағдай болды. Иә, біздің жоғарғы оқу орнымызға бір қыз келді. Мен түстім. Сен оның үстіне не киіп алғанын көрдің бе? Жолақ торлы кофтасын айтасың ба? Тура кемпірдікіндей. Сіз шамасы Астанадан емессіз бе? Жоқ, Оралданмын. Ол келе салысымен бір жігіттің телефонын тауып алды. Телефон жоғалтып алған жоқсыз ба? Ол сондай әдемі жігіт. Дастанның телефонын. Ол болса, телефонын тауып алған Камила деп ойлап қамасы бар ма? Телефонымды тауып алған сіз бе? Мүмкін, бірақ есімде жоқ. Арман қыз. Егер ол мен айтып отырған қыз болса, мен оған тіпті үйлене салар едім. Ары қарай не болды десеңші? Не болды? Сұрай бермей көрсеңші. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Очеркін еткен, шуағын өскен, очеркін еткен, мәңгілік көктем. Достар. Айтпақшы, біздің досымыз Дастанның бүгін қандай жағдайға тап болғанын білесіңдер ме? Ол телефон жоғалтып алды. Сосын кинодағыдай телефонын тауып алған қызбен әлі кездесе алмай жүр. Ал біздің басты кейіпкер телефон желісінің ар жағындағы әдемі бикешке дәл қазір үйленуге дайын. О, тіпті солай де. Қыдайым-ау, солай болса солай шығар. Дастан, ұялмасаңшы. Тіліңмен шағыңа сүйенбе, Макс. Біздің Дастан жасқан шақ. Жарайды. Көмекші періштесі мен ақ бола салайын. Ақылгөй, телефонды әкелші. Менің атым Нұрлан. Әліп. Дана? Сен бе? Ал сен кім деп едің? Телефоныңыз қандай еді? Телефон менікі, бере сал. Дұрыс айтасыз, бикеш. Ешқашан ешкімге сенбе. Әсіресе мынау сияқтыларға. Хей, сайқы мазақ. Артық қылам деп тыртық қыласың ғой. Аузыңа ие бол. Телефон менікі, бере сал. Алдымен айтыңыз, телефон қандай еді? Дана, бер, бұл соныкі. Мәссаған керемет көңілденіп қалдық. Ақ смартфон. Қара қабы бар. Сол суреттеме жете ме? Дұрыс. Ұсыныс жасайтын кез келді. Қане Дастан, өз айтқан, сол қызға үйленем деп. Данаға үйленбекші ме? Ей, Макс, бәлез деп отырсың ба? Жоқ, мен жігіт жолдас болмаймын. Ақылгөй, бара салшы. Макс. Ей, сыртқа шық сөйлесейік. Жігіттер, не болды сендерге? Маған ештеңе болған жоқ. Телефон табылған соң, ұсыныс жасаудан бас тартып тұр. Сонымен қоса маған ашуланады. Не керек саған? Не? Сыртқа шық сөйлесейік. Қойыңдар, болды. Дастан! Бұларың артық енді. Қойыңдар, болды. Бәс тіксек, Дастанға қояйық. Камила. Не Камила? Саспа, Ақылгөй. Төбелесейін деп тұрған біз жоқ. Ол да оқудан шыққысы келмейтін шығар. Кешірім сұрасын. Не үшін? Макс, сенікі дұрыс емес. Сен бірінші бастадың, кешірім сұра. Жарайды. Қыздар өтініп тұрса, кешірім сұрайын. Мессия. Жетер. Сайқы мазақ. Ал, ең қиыны оқуға түскенде емтихан болды деп ойламаңдар. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресіңдер. Мен сендерді қорқытып тұрғаным жоқ. Бірақ енді көрсеткішке сүйенсек, оқуға түскендердің 65% ғана бірінші сессиядан кейін оқуын жалғастырады. Сондықтан бұл өкінішке орай ма, әлде қуанышқа орай ма, оқуларың енді жеңіл болмайды. Бірақ өте қызық болатынына сөз берем. Өте қызық болады. Қыдырасыңдар, демаласыңдар, сабақтарыңды да оқисыңдар. Қандай да бір теріс қылық пен академиялық жетіспеушіліктерге әкеп соқтыратын жазаны осы кодекстен білетін боласыздар.
Ал жарайды, енді әңгімемізді одан әрі жалғастырайық. Сонымен қатар, біз топ жетекшісін таңдауымыз керек. Дәстүр бойынша университетке түскен кезде ең жоғарғы балл жинаған студенттің кандидатурасы ұсынылады. Сендердің қатарларыңда ол Дана Өтеғалиева. Қарай көр. Жарайды, құрметті студенттер, сендер бір аптаның ішінде Дананың жұмысын қадағалаңдар. Қолдау немесе қолдамау ол өз еріктеріңде. Немесе басқа кандидатура ұсынып, дауыс берсеңдер де болады. Ай, түсінбедім. Біз топ жетекшісін таңдаймыз ба, әлде ауыл басшысын ба? Камиля, бұл қалжың орынсыз. Мені таңда. Иә, саған. Жарайды, студенттер. Барлығы түсінікті болса, оқуларыңа бара беріңдер. Боссыңдар. Сонымен Белла. Пысықтап аламыз ба? Сен бедің? Сен кім деп едің? Дастан? Жүр жайыңа. Мен сенмен еш қайда бармайым. Чао! Топ жетекшіден қай жерім кем? Ақылдымын. Әрі сымбаттымын. Жоғары бал жинамағаным болмаса. Айтшы Ақылгөй, менің дұрыс қой. Мен Ақылгөй емеспін. Нүреке, саған солат жараса. Сен бағын сынап көр. Қол жинада үміткер бол. Бұлай қарасаң, біраз мәселені шешу керек. Біздің куратор сияқты ой үстінде жүресің. Қой, керек жоқ. Айтпақшы, сен оның бәрін Йода деп атайтынын білесің бе? Мәселенің бәрін шешетін. Йода? Мастер Йода. Сене, жұлдыздар соғысын көрмегенсің бе? Адасқан ұрпақ. Ол жұлдыздар соғысын көрмей тұрып, ұшатын тәрелке жасамақшы. Ол ұшатын тәрелке емес. Бұл Ақылгөй бірдің жасанды миын қозғалтатын тетік. Ақылгөй, шыныңды айтшы. Жалпы сен қызбен жүріп көрдің бе? Шатағың болмасын. Нүреке, сен нағыз қожанасырсың. Еркек сияқты болу керек. Робот әйел алмайтын шығарсың енді. Аш есік. Мен ешкімді күтіп отырған жоқпын. Мен де. Ашық. Сәлем. Дастан жоқ па? Вау, жұлдызға табынғыштың тағы бірі. Әлде сен ойлана келе, менің бұл ұсынысымды қабыл алдың ба? Негізі мен Нұрланға келдім. Маған? Иә, сен өзің техниканың тілін білесің ғой. Менің ноутбугыма бірдеңе болып қалды. Суреттер ашылмайды. Қалдыра сал, қарайын. Рахмет, кейін келіп алып кетем. Сындырып алма. Нүреке, саған алғаш рет таңғалып тұрмын. Саған қыз көмек сұрап келіп тұрса, сен қалдыра сал, қарай. Туй. Ой, ол бәрібір Дастанға келді ғой. Ықтым, Мекиен қоразды әдемі қауырсынымен шақырады. Залға мен сияқтыларды. Онда қауырсынды тазалап алмайсың ба? Топтағы қыздардың бәрі Дастанға үйіріліп жүр. Тіпті Дананың өзі де. Қойшы, кім, Дана ма? Түріне қарамай ма? Оның ойында оқыдан басқа ештеңе жоқ. Жалпы, сен екеуің жарасып кетер едіңдер. Рахмет, мистер Құда. Ал мені көргенде адамдар, жын көргенде шошымайды. Мен топ жетекшісі болғым келмейді. Неге? Ондай қызметке екінің бірінің қолы жете бермейді. Оның үстіне жетекші болсаң, студент үкіметіне еркін сайлана аласың. Өзің ойлаш, университет президенті боласың. Мен? Президент? Күлкімді келтірмеш. Үш ұйықтасам да түсіме кірмейтін нәрсе. Онсыз да көзге күйік болып жүрмін. Бәрі мазақ қылады. Бәрі дегенің кім? Камиля ма? Кімді айтсам, сол келеді. Түсінсем бермасын.
Қалай жатақханада тұруға болады, а? Сенің жалдамалы пәтерің бар емес пе? Бәрі ортақ. Душ, дәретхана. Ай, қойыңдарша. Кампус жаман болса, Дастанның өзі сонда тұрмас еді ғой. Дастан? Я? Ол да жатақханада тұра ма? Кампуста Деша. Ол тіпті менің көршім. Көп уақытты бірге өткіземіз. Шын ба? Кездесіп жүрсіңдер ме? Сен айтқандай болмаса да, бәрі соған келе жатыр. Онда сен оны бүгін кешкісін біздікіне алып келсең қайтеді, а? Иә, Камиля, маякқа алып бар. Қызғаныштан бәрі күйіп кетсін. Уәде бере алмайым. Қолы бос емес. Қалай болған мен ең қиын факультетте оқимыз ғой. Туф, егер сен оған ұнайтын болсаң, ол сен үшін уақыт табады. Қыздар, Дастан. Қалыңыз қалай? Ол саған келмей ме? Сен айтқандай болмаса да, бәрі соған келе жатыр. Мен қазір. Сәлем. Сәлем. Қысқасы мынадай жағдай болып тұр. Бүгін маякта жабық кеш өтеді. Оған кез келген адамды кіргізе бермейді. Ол жерде өте танымал продюсерлер болады. Олар менің әкемнің достары. Бала кезімнен білем, солардың бірі сені ертіп кел деді. Мені ме? Олар мені қайдан біледі? Мен сөз арасында айта салғам, сені менімен бірге оқиды деген. Олардың сені көргісі келді. Аналарға қараш. Біздің жұлдыздарда да махаббат болады екен. Егер сен ұнап жатсаң, диск жасауға келісім шарт жасауы мүмкін. Шынымен бе? Иә. Жақтырмай қалдың ба? Әлде маған солай көрінді ме? Нені айтып отырсың? Енді баратын бармайтыныңды өзің білесің ғой, ештеңен кетпейді. Алан Лондонда, тіпті Мюс тобымен бірге жұмыс істеген. Алан Алимбаев па? Ол бүгін маякта бола ма? Ол ғана емес. Әрине барам. Келістік. Онда кешке таман мен саған келем. Ақылдасамыз. Иә, келетін болды ма? Әрине. Түк түсінсем бұйырмасын. Бәрі істеп тұрғандай. Қане? Әрине істеп тұр. Өзіне назар аударту үшін істеген қолыға. Вау! Мәс саған. Камиляның жалаңаш түскен суреті. Ей, тиіспен ноутқа. Біреудің затын не қыласың? Сен көргенде мен көре алмаймын ба? Ей, мен ештеңе көрген жоқпын. Жап ноутты. Жап деймін саған. Жап. Немене бұрқ ете қалдың? Жай қалжың ғой. Әзілмен айттым. Қазір ғаламторға кіремде шығам. Біздің Wi-Fi қандай еді? Қазір Камиля келсе, білесің ба не болатынын? Құмар ойын үшін оқудан шығарып жүретін білесің бе? Ол не, карта ойнап отыр ма? Кім көріп тұр дейсіңдер? Сендерден басқа. Ережеде құмар ойындар туралы айтқанымен, онлайн покер туралы ештеңе жазылмаған. Макс, өшірші енді. Комендант кіріп қалса ше. Маған бәрібір. Сен бе жауап беретін? Ей, ноутты алған сендер. Жауап беретін де сендер. Қызың үшін шошып кеттің бе? Қайдағы қыз? Ол Камиляның ноуты. Жөндеп бер деген. Ноутын алыпсыңдар ғой. Демек, сендердің қыздарың болғаны ғой. Естідің ғой ақыл ғой. Камиля енді бұныкі емес, Камиля енді сенікі. Бастыға тұрмаш. 1 минут. Онлайн банкке бара жатырмын. Yes! 5 минутта 2000 теңге ұттым. Сендер солай істей аласыңдар ма?
Сен иммунологияға неге түстің? Білімнің аты білім. Не болды? Енді мектеп бітіре салысымен бірден иммунологияға тапсырам демеген шығарсың. Саған таңдауым ұнамай қалды ма? Мәселе онда емес. Иммунология деген өте қиын ғой, әсіресе сен үшін. Оралдан келген қыз үшін қиын дегің кеп тұр ғой, иә? Кіп кішкентай, нәзік қыз үшін қиын деп тұрмын ғой. Оның үстіне ботаникке ұқсамайсың. Бұл ұзақ әңгіме. Саған қызық емес шығар. Мен ешқайда асығып тұрғаным жоқ. Мен туған інімді қатты жақсы көрем. Ол қатты науқас. Ол ауруға қарсы дәрі жоқ. Сондықтан сол дәріні ойлап тапқым келеді. Сондай науқастарға көмегім тиер. Тым асқа қарман ғой, иә? Данажан, сен оны әлі ақ жасайсың. Мен саған сенем. Қорқақтығыңды мойындасаңшы. Әкеңнің рұқсатынсыз бір қадам баспайсың. Еркек емес. Сен әлі күшексің. Ей, тіліңді тартып сөйле. Өзің еркек бедің? Мен өз-өзіме жауап берем. Сен сияқты қитетсіз жүгіріп шықпайым. Ойбай, комендант келіп қалса қайттық. Немесе, ойбай, оқудан шығарып жіберсеші. Сонда маған не деген келіп тұр? Қане, сайқымазақ. Айтып қал. Айтарымды баяғыда айтып тастағам. Тіпті дәлелдеп бердім де ғой. Ақыл өрісің дамымаған. Ал сайқымазақ үшін мұрныңды бет қылуға болады. Жарайды. Кейінірек сөйлесейік. Несіне кейінге қалдырасың? Қазір де сөйлесуге болады. Жігіттер, қойыңдаршы енді. Жүрегім айнып тұр. Кетсінші яр. Базардағыдай салғасып тұрайын сонымен. Камилямен маяққа барым керек. Бұл өз картасымен отырсын. Я. Клубқа барып, чик-чик-чик секеңдеу. Қолынан басқа не келеді? Барсаңшы еді. Әкесінің кішкентайы. Қоймадың ғой, ей. Айтарыңды айтып ал. Жігіттер, болды. Ал қазір комендант келіп қалса қайттық. Енді маған бәрібір. Саған емес, маған бәрібір. Әкең сені ертең басынан сипап қоя салмайды. Сонымен не деген кеп тұр? Жекпе-жек. Онлайн покер. Қарсыластың түгі қалмайынша ойнаймыз. Қорқып қалдың ба? Нұреке, мұнаның есі дұрыс емес. Әлде ережеде құмар ойындарға тыйым салған ба? Сонда ақша ойнау сен үшін ерлік пе? Ақшаға емес. Одан да зор нәрсеге. Камиляға ма? Қызықтың нағыз көкесі. Қозы көрпеш картадан ұтылып, баян сұлудан айырылып қалыпты. Тегін ала бер, ол саған тіпті қарамайды да. Қарау қарамауы ол басқа мәселе. Мен сені тілек үшін ойынға шақырып тұрмын. Кім ұтылады? Сол орындайды. Нағыз жігітше. Ақыл қой, сен куәсің. Мен ақыл қой емеспін. Алина, балалар да ауыз дейсін. Жүр апарайық. Қарындар ашса, өздері ақ келеді. Айтпақшы, Дана, саған осы дастан ұнай ма? Дастан? Неге сұрадың? Білгім келеді. Кеше кенеттен сенің бетін қызарып кеткен соң сұрағаным ғой. Қызарған мен жоқ. Күдіктенетінде дәнеңе жоқ. Ол әрине әдемі жігіт. Бірақ маған қазір оқу маңызды. Әдемі жігітте. Енді әдемі болмаса да тартымды. Сонымен тартымды ма? Әлде әдемі ме? Неге айта бересің? Мүлдем қызықтырмайды. Мүлдем бе? Сен қиын екен. Алина, қойш. Құрбым-ау, бір жағына шыққаның дұрыс. Ол тіпті мені де өзіне қаратып алғысы келеді. Бірақ көңілімдегі жігіт мұндай емес. Қызарғаныңды неге мойындамайсың? Өз көзіммен көрдім ғой. Ақырын біреу естіп қойып жүрсің. Міне, дәл осылай қызарған болатынсың. Дана, қызарып кеттің деймін. Енді бұл таралмайсың. Қойш енді ол туралы айта бермей. Тағы да менікі. Бізде Италияда көз қорқақ қол батыр дейді. Қазақтар сияқты. Қолың жүрсің десең, пастастай бермесең шей. Біздегі Италияда деген қай жерде? Шымкентте ме? Әлде Таразда ма? No, сеньор. Мен Миланда 15 жыл ата-анаммен тұрғым. Енді қала бермедің бе сол жерде? Мұнда несіне келдің? Қалай айтсам екен? Ата мекенге дәм тәртті. Оның үстіне әке шешемнен алыста бөлек өмір сүргім келді.
Бірақ күшікше қыңқылдап, әкесінің қасына шықпаған сен қайдан түсінесің оны? Қаныштың ғой. 200 қоям. Қане, таста картаны. Ақылы есікті жапшы. Менің атым бар. Бәріңе сәлем. Нұрке, шапшы есікті дейін. Ей, кетіндер шыр. Ей, кім саған менің ноутбугымды ұстауға рұқсат берді, а? Нұрлан! Сабыр сақта, Белла. Жатақханадағы әлжуаздың кім екенін анықтап жатырмыз. Досың қазір сол атаққа ие болады. Дастан, қойшы мына сайқымасақты. Кетуіміз керек. Жұлдыздардың кездесуі бола ма? Тоқта тұр, біз қазір бітіріп алайық, е? Менікі. Сен бізге қарағанша картаңа қарамайсың ба? Дастан! Қоя тұршы, Камиля. Қазір мына қыртты орнына қойып тастайын. Нұрлан, Камиля сендерде не істеп отыр? Білмейм. Ноутын алуға кірген, әлі отыр. Тіпті үндері де шықпайды ғой. Отысты көтеріңдер. Бопты. Қане. Нар тәуекел. Қорқытқан түрін ай. Дана, жүр, бауырсақтан дәм таттырайық. Кіріп барғаның қайсыз ғой? Онда тұрған не бар? Компьютер ойнап отырған шығар ерігім. Бар енді. Қане, ашамыз. Е. Міне! Покер құдай кім? Сен бе? Сендерге бауырсақ алып келдім. Ауыз тиіңдер. Дастан, кешігіп барамыз, кеттік. Тоқта. Біздің Италияда әр нәрсенің өзінің шегі бар дейді. Демек, уәдеде тұрғаның абзал болар. Өте дәмді екен. Рахмет. Кім пісірді? Алина екеуміз. Сөз жоқ, керемет. Бүгін маған үлкен сый жасадың. Рахмет, ас болсын. Дастан, жүреміз бе жоқ па? 2 минут. Айт енді. Дегенмен, жақсылықты қалай қайтаратынын білетін сияқтымын. Дана, сен оданша мына бауырсақты ортақ бөлмеге апар да, дастархан жай. Ал біз қазір бәріміз барып, менің жеңісімді атап өтеміз. Жақсы. Солай ма, Дастан? Уақытым жоқ, кетіп барамыз. Жігіт сөзде тұру керек дейді. Дастан, Дәлізде 5 минут күте тұрш. жаңа ғана 2 минут дедің ғой. 5 минут. Ағытай, ойындама. Ойында жолың болмаса да, махаббатта жолың болар. Қапаланып тұрған жоқпын. Тілегіңді айт. Жақсылап тұрып ойландым. Жан-жақты сараптадым. Сосын тілегім мынандай болсын дедім. Айта бер. Әрине, бас тартуыңа да болады. Бірақ уәдеде тұрмайтын 200-ді екеніңді көрсетеді. Оның үстінде куәде бар, ақылгөй. Бас тартпай айтшы енді. Қарап. Біздің университетте үйленбей жүрген ауыл бай қыз оқиды. Оның қаншайым болғысы келеді. Арманын іске асыратын мүмкіндік туып тұр. Ол мүмкіндік сен, Дастан. Түсінбедім. Қайдағы ауыл бай қыз? Түсінбейтін несі бар? Сен Дананы кездесуге шақыруың керек. Дананы? Хей, есің дұрыс па сенің? Әзіл емес, түсін мені. Сенмен бір кешті өткізген ол, өмірге риза болып, гүлдей жайнап шыға келеді. Сен қуып кеттің, Макс. Мен кеттім. Тілекті орындамасаң, бүкіл универге сөзінде тұрмайтын ез деп жайып жіберем. Жарайды, келістік. Тоқта, сен онымен жасырын жолықпауың керек. Сосын, біз екеуміздің келіскенімізді ешкім білінмеу керек. Жарайды, солай де. Жақсы. Тоқта. Сен оны кездесуге бүгін шақыруың керек. Жоқ, бүгін шақыра алмайым. Дәлізде Камиля күтіп тұр ғой. Ана жақта Дана. Қоз көрпеш.
Таңда өзіңде.